Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ижад айында өте әдемі орамал тігіп үйренетін боламыз. Бізге керекті матамыздың бізде ұзындығы 1 метр. Мен осы матамыздың жан-жақтарын барлығын тігіп алдым, дайындап алдын ала. Осы матамызды үш бұрыштылап жаятын боламыз. Дәл видеодадай бастарын келтіріп, осылай үш бұрышты қылып жайып аламыз дайындап. Қазір сіздерге осыны қағазға сызып көрсетейін. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай осындай 1 метр матамыз. Осы матамызды осы басын жағына осылай үш бұрышты қылып орап алатын боламыз. Және де осы үш бұрышты жағын тігіп шығамыз. Бір ғана шетін қалдырып, оң қарату үшін қалдыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Менің каналымда өте қызықты видеолар бар. Міне достар, тігіп болдым. Енді осыны оң қаратып аламыз. Осылай екі ұшын шығарып, осы жерімізді, манағы қалдырып кеткен жерімізді тігіп шығатын боламыз. Міне достар, тігіп болдық. Енді кезекте шашымызға тағуға ыңғайлы етіп, тағы да үш бұрышты қылып, осылай дәл видеодағыдай дайындап аламыз. Міне басымызға тартатын жағы жоғары қаратып, сол жоғары жағынан біз 25 сантиметрде қылып белгілеп аламыз. Сол белгілеген жерімізден төмен қарата 27 сантиметр аламыз, яғни басымыздың өлшеміне байланысты. Міне дәл сол екі жерін белгілеген жерімізді дөңес қылып, яғни шашымыз түйіліп тұрғанда дөңес қылып, осылай, яғни доғал қылып, осылай сабынымызбен сызып дайындап аламыз. Сол сызған жерімізді осылай қайшымен қиып аламыз. Міне қиған жерімізді достар тігіп шығатын боламыз. Міне достар, мен тігіп шықтым. Сол жеріне біз осындай резина тігетін боламыз. Бізде резинамыздың ұзындығы 17 сантиметр. Мана тіккен жеріміздің ортасына осыны тартып отырып, дәл видеодай тігетін боламыз. Міне достар, орамалымыз дайын болды. Өте ыңғайлы тұрады. Жасап көруге кеңес беремін. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.